Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен брокколидан жасалатын өте керемет салат дайындаймыз. Бұл салатты мен әрдайым дайындаймын, өзімнің құпия рецептімен бөлсем. Алдымен брокколиді қайнап тұрған суда 3 минуттай пісіріп аламыз. Енді қызып тұрған табаға зәйтүн майын құямыз. Осы майда чесногымызды қуырып аламыз. Енді үстіне кунжутымызды сеуіп, оны жақсылап тұрып қуырып аламыз. Әбден қуырып алғаннан кейін, жаңағы піскен брокколимізді судан сүзіп алып, осы майымыздың үстіне салып, тағы да оны қуырамыз. Енді мінекей крахмалымызды саламыз. Менде кукурузный крахмал. Осыларды салып жақсылап араластырамыз. Енді 2 қасық соевый соус салып, барлығын жақсылап отырып араластырып қуырамыз. Бір үлкен қасықпен қантымызды салып араластырамыз, және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Осылардың барлығын жақсылап араластыра отырып, тағы да бір 5 минуттай қуырып аламыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай жасалады, бірақ дәмі өте ерекше, керемет салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.